Елбасы үндеуі туралы мемлекеттік хатшының пікірі мынандай: Қазақстан жаңа демократиялық жолға шықты. Келесі ширек ғасырға жан-жақты және кезең-кезеңмен өту процесін бастады. Еліміз өзінің нарықтық экономикасы, демократиялық саяси жүйесі және заманға сай дамып келе жатқан қоғамы бар мықты ел ретінде әлемге танымал. Елбасы ұсынған өзгерістер жылдам дамып отырған жаһан талаптарына сай болу. Ал конституциялық реформа жобасын халыққа талқысына ұсынуы ұлт көшбасшысының саяси деңгейінің дәрежесі қаншалықты жоғары екенін дәлелдеді Гүлшара Әбдіхалықова. Алдағы уақытта ата заңымызға енгізілетін өзгерістерден не күтеміз? Оның қалың бұқараға пайдасы қандай? Осы сұрақ ғылыми кеңес мүшелері, мұғалімдер мен жастарды толғандырады екен. Елбасы үндеуі тың өзгерістерге бастау болады. Үш тармақты билік арасында тепе-теңдік қалыптасады. Бұл өз кезегінде барлық салада алға жылжуға мүмкіндік береді. Талқылауға қатысушылар осылай дейді. Сондай-ақ бұдан мемлекеттік басқару ісінің тиімділігі артып, көпшіліктің көңілінен шығатын жұмыстар жүзеге асады. 2007 жылы ойларыңызда бар ма? Конституцияға өзгерістер еніп, соның нәтижесінде қоғамды басқаруда партиялық жүйе енген болатын. Енді осы жүйені ары қарай жетілдіру керек. Осы партиялық жүйе басқару енді мен үкіметпен қандай қарым-қатынаста болады? Жаңа екінші кезеңіне аяқ басқандығымызды жариялап отыр бұл үндеуменен елбасы. Екінші ерекшелік, бұл өзгерістер, алдағы болатын саяси өзгерістер өз ішімізден, елдің ішіндегі саяси биліктің ынтасыменен, елбасының өзінің ұсынысыменен енгізілгелі отыр. Парламенттің билігі нақтыланады, күшейтіледі, әсіресе соның атқарушы билікке мына бақылауы, одан талап ету мүмкіндіктері, функциялары онары жетіледі деп есептейміз. Бұл мәселеге мән беріп, бұл мәселеге кірісуден бұрын жалпы парламенттің, үкіметтің еркіндігі деген мәселені бірінші қарастыру керек. Бұл еркіндік болмайынша қандай бір осындай реформалардың жүзеге асып, дұрыс жолға түсіп кетуі ықтималсыз болады. Егер ол өзгерістер енгізсе, жаңа айтып кеткен партияда, парламентте жеңген партия ауыл-ауылдарға өз бағдарламасын жүргізе бастайды. Соны халық не дейді? Яғни демократиялық елміз ғой, соны өздері өзгерте бастайды. Бұл өзгерістердің негізгі мәселесі мынау үш тармақтағы биліктің арасында үлкен баланс болу керек. Сол баланс болған жағдайда экономика саласы болсын, саяси сала болсын, пәрменді дамитын болады.